Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге адам организмнің осы дауыс аппаратының қалыптасу кезеңіндегі маңызды кезең, сенімді қызмет атқару кезеңі туралы айтатын боламын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін біз сіздермен тек қана сенімді қызмет кезеңімен емес, және де басылу, кәрілік кезеңімен де танысатын боламыз. Осымен бізде дауыс аппаратының даму кезеңдері аяқталады. Естеріңізге сала кетейік, бізде дауыс аппаратының даму кезеңі 7 кезеңнен тұрады. Бұл кезеңдер туралы біз алдыңғы видеоларда да айтып өттік. Егер де ол видеоларды қарамаған болсаңыздар, қазір қарап шығуға кеңес беремін. Жалпы достар, сенімді қызмет кезеңі бұл бізде дауыс шығару аппараттарының кең диапазонымен, және де интонацияны қоя алуымен, және де сіздің өзіңіздің тұлға бойыңызға, денеңізге сай дауыстың қалыптасуымен, яғни сіздің дауыс аппараттарыңыздың барлығы да осы сенімді қызмет кезеңінде қалыптасып болады. Сіздің дауысыңыз, дикцияңыз барлығы да осы кезеңде өзінің орнына түсетін болады. Айта кетейік, егер де сіздерде қалқанша безі гормоны бұзылатын болса, бұл бұзылыс біздің дауысымыздың да бұзылуына әсер етеді екен, яғни сіздің дауысыңыз тез шаршап қалады. Достар, тағы да айта кетейік, егер де сіздерде осы сенімді қызмет кезеңінде бүйрек үсті бездеріңіздің қызмет атқаруында белгілі бір ақаулықтар орын алса, онда әйел адамдардың дауыстары ер адамдардың дауысының тембрына ұқсас болып кетеді екен. Яғни көбінесе біз кездестіріп жатамыз ғой, кейбір әйелдердің дауыстары ер кісілердің дауыстары сияқты олардың дауысына өте ұқсас болып кетеді. Бұл да бір негізі сіздің организміңіздегі дұрыс емес қызмет атқарып жатқан, дұрыс емес ақаулықтар пайда болып жатқан, сол қызметке байланысты пайда болады. Достар, бізде келесі кезең осы дауыс аппаратының дамуындағы ең соңғы кезең, бұл бізде басылу кезеңі. Бұл басылу кезеңі бізде 60 жасты құрайды, және де 60 жастан жоғары адамдар осы топқа жатады. Жалпы бізде 60 жастан кейін не болады? Бізде кәрілік кезеңі орын алады. Яғни білесіздер, организм бізде қартая бастайды. Бізде балалық, сәбилік болды, одан кейін жастық шақ, одан кейін егде жаста, одан кейін бізде енді кәрілік кезеңінде барлық организмдер секілді біздің дауыс аппаратымызда шаршап, кәрілік кезеңіне ұшырайды. Жас айырмашылығына байланысты бізде өкпенің тыныс алу көлемі азаятын болады, яғни сәйкесінше біздің дауысымызда ақырын шығады. Мысалға білесіздер, жас кезде біздің дауысымыз ақырын емес, айғайлап біз сөйлей аламыз, қалағанымша айғайлай аламыз, қалағанымша күле аламыз, сөйлей аламыз. Ал біз жасымыз барған сайын, мысалға үлкен кісілерді, әсіресе осы 60 жастан кейінгі кісілерді қарайтын болсаңыз, олар бізде өте ақырын сөйлейді, олар тез шаршап қалады. Яғни олардың өкпесіндегі тыныс алу көлемі азайғаннан кейін олар сәйкесінше дауыстары ақырын шығатын болады да. Сол үшін де оларда кәрілік кезеңі орын алады. Достар, кәрілік кезең бұл бізде акустикалық төмен диапазонмен, және де тұрақсыз тембрмен ерекшеленіп тұрады. Мысалға, карьерді алатын болсаңыз, олар кей кезде енді айғайлап сөйлеп кетуі мүмкін, бірақ кейде өте ақырын, баяу сөйлейді. Яғни олардың тембрі тұрақсыз болады. Сол себепті де оларда кәрілік кезеңі орын алып жатыр. Ал одан кейінгі кезекте достар, бізде осы дауысты кәсіби мақсатта пайдаланатын жандар бар. Олар бізде мысалға әншілер, тағы да актерлар, сондай өнер адамдары, олардың барлығы да өздерінің дауыстарын кәсіби бағытта пайдаланғандықтан, және де дауысқа күтім жасап, әртүрлі жаттығуларды жасағандықтан, олар мысалға сахнаға шыққан кезде өздерінің дауыстарын қайта қалпына келтіре алады. Және де мысалға байқайтын болсаңыздар, енді жасы келіп қалған әншілер көп қой, өте көп. Қазақстанда мысалға Роза Рыбаеваны алатын болсақ, қанша жылдан бері қазақ эстрадасында жүр. Сол секілді мысалға бұрыннан келе жатқан әншілер, олар сахнаға шыққан кезде өздерінің дауыстарын нықтап, қайтадан өздерінің дауыстарын кәсіби бағытқа келтіре алады. Өйткені олар арнайы осы дауысқа арналған жаттығуларды жасайды, және де дауыс үшін біршама тер төгеді. Егер де сіздер де мысалға кәрілік
даярлық кезеңінде де өздеріңіздің дауыстарыңызды қалыпта ұстағыларыңыз келсе, онда дауысқа арналған жаттығуларды міндетті түрде жасап жүріңіздер. Және сіздерге айтатын тағы бір хабарландыру, менің дауысқа арналған электронды кітапшамды сатып алсаңыздар болады. Ол кітапшада сіздер дауысқа қалай күтім жасау керек, дауысты қалай жақсартуға болады, дикцияға арналған жаттығулардың жиынтығын барлығында сіздер сол кітапшадан таба алатын боласыздар. Егер де кітапшаны сатып алатын болсаңыздар, онда менің WhatsApp номеріма жазсаңыздар болады. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.